Денсаулыққа терең құпиялары бар қарапайым тағамдар туралы ойланып көрдіңіз бе? Бүгін біз сондай бір дәнді дақыл, тары туралы сөйлесеміз. Оны жиі ұзақ өмір сүру дәні деп атайды, және бұл өте дұрыс. Ғасырлар бойы ата-бабаларымыз оны тек тамақ ретінде емес, сонымен қатар ерекше емдік қасиеттері үшін де тұтынған. Ол уақыт өте келе жиналатын токсиндер мен қалдықтарды сіңіретін табиғи сүзгі сияқты жұмыс істейді. Оның қоректік құрамы таң қалдырады. Құрамында магний, фосфор және марганец сияқты маңызды минералдар бар. Бұл қоректік заттар энергия өндіруден сүйек денсаулығына дейінгі жүздеген дене функциялары үшін өте маңызды. Тарының сикірі, әсіресе біздің ең маңызды екі мүшеміз, бүйрек пен бауырға қалай әсер ететінін тереңірек қарастырайық. Бұл мүшелер біздің денеміздің негізгі детоксикация орталықтары. Бүйрек қанды сүзіп, қалдықтар мен артық сұйықтықты шығарады, ал бауыр токсиндерді өңдейді, және ас қорытуға көмектеседі. Бұл мүшелер шамадан тыс жұмыс істегенде, бізде исіну, шаршау және ас қорытудың бұзылуы сияқты мәселелер туындауы мүмкін. Тары екеуіне де жұмсақ, бірақ қуатты қолдаушы ретінде әрекет етеді. Бүйрек үшін тарының диуретикалық әсері бар, яғни ол дененің артық су мен тұзды шығаруына көмектеседі. Сондықтан ол исінуді, әсіресе аяқ пен тобықтағы исінуді азайтуда өте тиімді. Тарының исінуге әсерінің құпиясы оның бүйрек қызметін тітіркендірмей жақсарту қабілетінде жатыр. Кейбір күшті диуретиктерден айырмашылығы, тары жұмсақ әрекет етеді. Сұйықтық тепе теңдігінің табиғи процесін ынталандырады. Дұрыс дайындалған тарыны тұтынған кезде, ол несеп шығару жолдарын және бүйректі құм мен ұсақ тастардан тазартуға көмектеседі. Олардың түзілуіне жол бермейді. Ол несеп шығару жүйесіндегі қабыну процестерін азайтып, жеңілдік пен қолдау көрсетеді. Бұл тек дәстүрлі аңыз емес. Ғылыми талдау тарының құрамындағы ерекше минералдар мен қосылыстардың бүйректің нәзік сүзу механизмдерін қолдайтынын, олардың тиімдірек жұмыс істеуіне көмектесетінін және дененің сұйықтықты ұстап қалу тенденциясын азайтатынын көрсетеді. Енді бауырға назар аударайық. Бауыр төзімді мүше, бірақ ол дұрыс емес тамақтану, алкоголь және токсиндердің әсерінен майланып, бітеліп қалуы мүмкін. Тары бауырға ерекше түрде көмектеседі. Ол сорбент ретінде әрекет етеді. Ас қорыту жүйесіндегі майлар мен токсиндермен байланысып, оларды денеден шығаруға көмектеседі. Бұл процесс бауырға метаболикалық жүктемені азайтып, оған қалпына келуге және жаңаруға мүмкіндік береді. Сау бауыр май алмасу үшін өте маңызды. Бауыр дұрыс жұмыс істегенде, ол майларды тиімді өңдей алады. Олардың денеде жиналуына жол бермейді және салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Сондықтан тарыны жай қайнатып, ботқа ретінде жеу ең тиімді әдіс емес. Тары жай қайнатылғанда, оның толық сорбенттік потенциалы босатылмайды. Дән негізінен өз қалпында қалады, және оның токсиндер мен майларды сіңіру қабілеті шектеулі болады. Ол тағамдық құндылық береді, бірақ ол өзі қабілетті терең тазарту әрекетін орындамайды. Тарының бауыр мен бүйрекке арналған емдік қасиеттерінен шынымен пайда алу үшін, біз оны белсендіруіміз керек. Бұл арнайы дайындау әдісі оның толық күшін ашады. Оны қарапайым тағамнан біздің ішкі органдарымыз үшін қуатты табиғи дәріге айналдырады. Сонымен, қарапайым тарыны осы қуатты тазартқыш затқа қалай айналдырамыз? Процесс белсендіру деп аталады, және бұл кез келген адам үйде жасай алатын қарапайым қадамдық әдіс. Тарыны жай қайнату қателік. Себебі дәннің сыртқы қабатындағы фитин қышқылы минералдардың сіңуін бөгеп, оның сорбенттік қасиеттерінің шығуына кедергі келтіруі мүмкін. Белсендіру бұл қышқылды бейтараптандырады және дәннің шынайы потенциалын оятады. Бұл ұйықтап жатқан алыпты оятқандай. Белсендірілген тары сіздің жүйеңізден токсиндерді, ауыр металдарды және артық майларды байланыстырып, шығара алатын өте тиімді сорбентке айналады. Міне, белсендіру процесінің бірінші қадамы шаю және кептіру. Сізге бір кесе жоғары сапалы тары қажет болады. Алдымен, тарыны жұқа торлы сүзгіге салып, суық ағынды судың астында мұқият шайыңыз. Су толығымен таза болғанша шаюды жалғастырыңыз. Бұл қадам кез келген шаңды, қоқысты және беткі ластануларды кетіру үшін өте маңызды. Шайғаннан кейін, тарыны таза, құрғақ пісіру парағына немесе үлкен табаққа жұқа, бір келкі қабатпен жайыңыз. Оны бірнеше сағат бойы толығымен ауада кептіріңіз. Немесе процесті жылдамдату үшін, таза ас үй сүлгісімен ақырын құрғатуға болады.
Дән келесі кезеңге өтер алдында толығымен құрғақ болуы керек. Екінші қадам – қуыру. Секір осы жерде болады. Таза, құрғақ табаны алыңыз. Қалың түптісі жақсырақ жұмыс істейді. Және оны орташа отқа қойыңыз. Ешқандай май немесе су қоспаңыз. Таба қызғаннан кейін құрғақ тарыны салыңыз. Оны ағаш қасықпен немесе қалақшамен үнемі араластырып тұруыңыз керек. Мақсат – дәндерді күйдірмей, біркелкі қуыру. Жақында ас үйіңізді жағымды, жаңғақты хош иіс басады. 5-7 минуттай қуыруды және араластыруды жалғастырыңыз. Дәндер аздап қараңғы алтын түске енеді. Бұл термиялық өңдеу фитин қышқылын ыдыратып, дәннің кеуекті құрылымын ашады. Оны суперсорбентке айналдырады. Тары қуырылып, хош иісті болғаннан кейін, оны күйіп кетпес үшін дереу оттан алыңыз. Сіздің белсендірілген тарыңыз енді қолдануға дайын. Оны кофе ұнтақтағышпен немесе қуатты блендермен ұнға айналдыруға болады. Бұл алынған ұн біздің емдік құралдарымыздың негізі болып табылады. Оны аз мөлшерде дайындап, салқын, қараңғы жерде герметикалық ыдыста сақтау маңызды. Жаңадан ұнтақталған белсендірілген тары ұнын қолдану әрқашан ең жақсы нәтиже береді. Бұл қарапайым 3 қадамдық процесс: шаю, кептіру, қуыру. Ғасырлар бойы осы қарапайым дәнде жасырылған терең денсаулық пайдаларын ашудың кілті болып табылады. Енді сізде белсендірілген тары ұны бар. Сіз денеңізді тазарту үшін қуатты дәрілер дайындай аласыз. Артық майды кетіруге және салмақ жоғалтуға арналған әдістен бастайық. Бұл дәрі белсендірілген тарының сорбенттік қасиеттерін қолдана отырып, майлар сіңірілмес бұрын ас қорыту жолындағы майлармен байланысады. Бұл сау метаболизмді қолдаудың және жүйеңізді тазартудың қарапайым, бірақ өте тиімді әдісі. Мұны дайындау үшін сізге жаңадан ұнтақталған белсендірілген тары ұнының бір ас қасығы ғана қажет болады. Бұл дәріні кешке қабылдаған дұрыс, себебі дененің табиғи детоксикация процестері түнде біз ұйықтап жатқанда ең белсенді болады. Майды кетіретін бұл әдісті қолдану үшін, жай ғана бір ас қасық белсендірілген тары ұнын алып, құрғақ күйінде жеңіз. Содан кейін, дереу бір стакан таза жылы су ішіңіз. Кем дегенде 3 сағаттан кейін басқа ештеңе жемеңіз немесе ішпеңіз. Сондықтан оны ұйықтар алдында қабылдау өте ыңғайлы. Құрғақ ұн ас қорыту жүйеңізде губка сияқты әрекет етеді. Су ішкен кезде, ұн кеңейіп, жұмысын бастайды. Қорытылмаған тағам бөлшектерін, токсиндерді және ең бастысы, артық майларды сіңіреді. Бұл қоспа содан кейін жүйеңіз арқылы өтіп, ішек қабырғаларын тазартып, қалдықтарды денеңізден шығарады. Бұл әдетті 2-3 апта бойы орындау ас қорытудың айтарлықтай жақсаруына және іштің кебуінің азаюына әкелуі мүмкін. Тағы бір қуатты дайындық, емдік тары суспензиясы. Бұл сусын жалпы денсаулық үшін, әсіресе бүйректі қолдау, қабынуды азайту және ас қорыту жүйесін тыныштандыру үшін өте жақсы. Ол әсіресе цистит, бүйрек тастары, немесе жалпы қабынумен күресетіндер үшін пайдалы. Суспензияны жасау үшін, жарты кесе бүтін, белсендірілмеген тары дәндерін алыңыз. Оларды белсендірудің бірінші қадамындағыдай мұқият шайыңыз. Содан кейін, шайылған тарыны банкаға салып, 3 кесе жылы, ыстық емес, су қосып, банканы матамен жабыңыз. Бұл қоспаны түнде немесе кем дегенде 8-10 сағат бойы бөлме температурасында қалдырыңыз. Таңертең судың бұлыңғыр және ақ түсті болғанын байқайсыз. Бұл сүтті сұйықтық, емдік суспензия. Банканы араластырмаңыз. Сұйықтықты ақырын стақанға құйыңыз. Бұл тары суы дәндерден шыққан қоректік заттар мен қосылыстарға бай. Ол несеп шығару және ас қорыту жолдарына тыныштандыратын қабынуға қарсы әсер етеді. Бұл суспензияны күні бойы аш қарынға ішіңіз. Жаңа партияны әр кеш сайын дайындауға болады. Бұл қарапайым, табиғи сусын бүйрек қызметін қолдайды, құм мен ұсақ тастарды жұмсақ ертуге көмектеседі, және бүкіл денеңізге көптеген пайдалар береді. Тарыны салауатты өмір салтының ажырамас бөлігіне айналдырады.